Сәлеметсіздер ме, құрметті тоқымашы ханымдар, шебер ханымдар. Мінекей, менің бүгін сіздерге үйрететін аяқ киімнің түрі осындай трикотаж жіптен тоқылған. Мінекей, біз алда уже күн суып келе жатыр, енді біз осындай алды жабық жылы үйге киюге арналған аяқ киімдер тоқып бастаймыз. Яғни осындай жылы аяқ киімдердің сезоны басталып жатыр. Сол үшін ертерек қамданып, осылай аяқ киім түрін тоқуды үйреніп, және де осыны кәсіп қылып жүрген ханымдар сіздерге жаңа идея, мынау трикотаж жіптен тоқылған, формасын өте мықты ұстайды. Осындай керемет үйге арналған домашний тапочка, яғни сүйретпе тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге мінекей табаны резиновый. Қазір сіздерге көрсетемін. Осындай іші бамбук, табаны бірақ осындай мықты резина, яғни сыртқа да киіп кете бересіз, үйге де кигенге өте шыдамды. Мінекей, ешқандай осылай майыстырғанда да ешқандай ештеңе болмайды. Осындай табан қажет. Менде 38-39 размер, яғни бұл бір размерге, яғни 36-37-ге келеді, маломерка жүреді. Және де мен осындай трикотаж жіптен тоқыдым. Мына бір парына осы біреу кетті, яғни біз екі парын тоқу үшін бізге осындай екі трикотаж жіп қажет болады. Және өте кішкентай ғана артылды бұдан, яғни екінші аяқ киімнің гүлін тоқып жіберуге жететіндей артылып қалды. Кішкене. Мінекей, осындай трикотаж жіп, яғни китайский трикотаж жіп, бұл 100 граммда 30 метр болады. Мінекей, бұл созылмайды, және аяқты терлетпейді, және түтеленбейді. Өте шыдамды. Мен жаз бойы осы жіптен шлепка тоқыдым. Сіздерде мастер-классым бар YouTube каналымда. Және де бұл трикотаж жіптен тағы да бір қыстық осындай жылы аяқ киім түрін тоқуға болады. Мінекей, бірақ бұны спицпен тоқимыз. Бұл сабақты келесіде сіздерге тоқып көрсететін боламын. Егер осы аяқ киімнің де видеосы тезірек шыққанын қаласаңыздар, осы менің видеомның астына комментарий жазып, лайк басып, мені қазақ тілді каналды қолдап кетсеңіздер деп сұраймын. Мінекей, бұның іші осындай жылы табан, яғни осындай тоқымалы жылы табан. Бұнда табаны резина, өте мықты. Мінекей. Ал енді ханымдар, жіп туралы, табан туралы білгілеріңіз келсе, мен төменге өзімнің номерімді қалдыратын боламын. Және де мен Арыс қаласынанмын, ешқандай Алматы, Астанадан емеспін. Қазіргі таңда бізде интернет дамыған болғаннан кейін барлығын доставкамен, почтамен алдырамыз, я. Кейбір кісілер хабарласады да, ой, Арыс қаласынансың ба, Алматыдан емессің ба, Астанадан емессің ба деген сұрақтар болып жатады. Сол үшін қазіргі таңда Қазақстанның қай жерінен болсақ та қиын емес деп ойлаймын. Почтамен алдырамыз, таксимен алдырамыз. Яғни сізге осы жіптер туралы, табандар туралы сұрағыларыңыз келсе, төменге номер қалдырып кетемін. Бізге осындай трикотаж жіп, және де кәдімгі біздің аяқ киім тоқып жүрген осындай крючогымыз, және осындай гүлін тоқығанға үлкен 4 мм немесе 5 мм осындай. Сізде қандай қалың барынша крючок бар, соны таңдайсыз. Ал кәдімгі мынау біз домашний тапочканы, мынау домашний тапочка тоқитын 2 мм қалың жағымен тоқитын боламыз, е. Және де бізге гүлін тоқығанға осындай пластмасса ине қажет. Міндетті түрде қайшы, және де осындай 16-18 мм осындай жемчуг моншақ қажет болады. Ал енді бисмилля деп осы аяқ киімді бітеміз. Тоқимыз, бітеміз деп мо. Енді бұл аяқ киімді біз осы трикотаж жіптен тоқығанымыздың бір плюсы, аяқ киім өте тез бітеді, және өте сапалы, формасын мықты ұстайды, аяққа кигенде өте жағымды. Ал енді аяқ киімді тоқып бастау үшін соңғы жағынан біз петлялардан, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10-шысынан, мінекей осылай 10-шысынан іліп алатын боламыз. Осылай шене қалдырамыз. Мінекей бір воздушный петля іліп аламыз осы жерден.
домашний тапочка тоқып жүрген ханымдар бірден тоқып кетесіздер, тек мына бетіндегі узоры ғана басқа. Мінекей. Енді біз әр осы петлядан, әр петлясынан бір столбик без накида аламыз. Мінекей. Осылай столбик без накида. Біз алдында иран жіптен тоқып жүргенде екеуден алып жүрсек, екеуден, үшеуден, бұда тек қана жіп қалың болғаннан кейін бір-біреуден ғана алып шығып отырамыз. Мінекей. Осылай бір-біреуден ғана алып отырамыз. Келесінен біреу. Негізі былай айналдыра тоқуға болады, бірақ табан маломеркі болғаннан кейін, және мен жібім ақшыл түсті болғасын, арт жағынан олай айналдырып алмадым. Мінекей осылай әр көзінен бір-біреуден алып отырамыз. Осылай. Мына жіпті арасына қосып отырып тоқимыз. Осылай бір 5-6 тоқып болғаннан кейін мынау арасына қосып келе жатқан жібімізді осылай қырқып тастаймыз. Енді келесі көзден тағы да столбик без накида аламыз. Мінекей. Мінекей осылай. Осылай жалғастырып, мына келесі бетке дейін әр петлядан бір-бір столбик без накидадан алып отырамыз. Мінекей осылай аяғына дейін тоқып алып келдім. Бізде астына осы бір ғана қатар жетеді, яғни столбик без накида. Және осы жерге келгенде мына жерге келгенде осылай сәл ұзынырақ ет жібін қырқып алып, осылай шығарамыз. Және де мына жіпті төменгі ең астыңғы қатары бар ғой, петлямыз бар өзінің. Солдан осылай 3-4 мәрте арлы-берлі өткізіп, осы жерден бітіріп тастаймыз. Мінекей. Осылай өткізіп, соңғы жағын астынан петлядан өткіземіз кейбір жерлерін. Петлясы алынбаған жерін жоғарыдағы тоқылғаннан өткізіп, осылай біздің артық жібімізді осылай жасырамыз. Барынша көбірек осылай өткізсек, яғни шығып кетпейді. Бірақ ол трикотаж жіп қалай осылай салдыңыз, тура солай тұрады, ешқандай шығып кетпейді бұл. Мінекей. Осылай астын тоқып аламыз, және де енді мынау бетін тоқитын боламыз. Мінекей. Трикотаж жіптің ең плюсы осы тез аяқ киімді өте жылдам тоқып бітіреміз, яғни шыдамсыз болсақ, басында осы үлкен жіппен тоқып бастаймыз. Енді мына тұмсығын бастау үшін біз 5-еуден бастағымыз, мына 38-39 размер, яғни 36-37-ге келеттен. Сізден размерлеріңіз үлкен болса, мынаны 6-аудан бастауға болады, немесе бұдан кіші болса 4-еуден бастауға болады. Яғни, мына ортасы болатын болса, ортасы көз жобамен алғанда мына жер дәл ортасы болып тұр, міне. Осыдан 1, 2, 3, 4-шісінен аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 болады сонда. Біреу, екеу, үшеу, үшеу, 4-шісінен, ортасын қосқанда үшеу болып тұрды, одан кейін 4-шісінен осылай іліп аламыз.
мінекей. Осылай бір воздушный петля іліп аламыз. Бір воздушный петля іліп алдық. Енді тоқып бастаймыз. Мынаның ішіне қосып тоқып жібереміз. Орап бір накид аламыз. Мінекей. Және де осы көзден кейінгі көзге, арасына ешқандай көз тастамаймыз. Келесі көзге осылай шығарып аламыз. Мінекей. Шығардық. Крючокты 3 жұп болады. Енді осы 3 жұптен бірден өткіземіз. Яғни бұл бізде полустолбик деп айтылады, орыс тілінде. Мінекей. Біреу, келесіден екеу, мінекей. Жоқ, мынау біреу тоқыдық қой. Осыдан кейін бір воздушный петля болады. Мінекей, осыдан кейін бір воздушный петля аламыз. Бір воздушный петля, енді бір накид алып, тағы да келесі көзден дәл солай полустолбик тоқимыз. Яғни жартылай столбиге, жартылай баған деп айтамыз ба? Маған комментарийға жазыпты, сіз қазақ тілі болған екен, қазақша айтпайсыз ба деп. Мен өзім үйренген бойынша, бәрі қазақ тілі каналдарда столбик с одним накидом, столбик без накида деген қазақшасын осылай жартылай баған деймі. Тағы да бір воздушный петля, яғни ауа ілмегін өткіземіз. Екеу болды. Мынау накид іліп аламыз. Мынау үшіншісін осылай жартылай баған, яғни полустолбик. Осы үшеу болды. Үшеу, осылай бесеуін тоқитын боламыз. Бірінші қатарымызда тағы да ауа ілмегі, яғни воздушный петля. Және осылай накид жасап, төртіншісі. Мінекей, мына төртіншісі. Одан кейін тағы да ауа ілмегін аламыз біреу. Және мына соңғы бесінші жартылай бағанды тоқимыз, яғни столбикті. Полустолбик. Мінекей, осылай болды. Енді мына жіпті қысқартып тастаймыз. Мінекей, осылай мына жіпті қысқартып тастаймыз осы жерге келгенде. Енді осы бірінші қатарды бітіреміз. Мынау келесі ешқандай көз тастамаймыз. Бірден келесі көзге осылай столбик без накида тоқып бітіреміз. Столбик без накида. Мінекей. Алдында біз домашний тапочкалар тоқып жүргенде соединительный петлямен бітіретінбіз, ал бұда столбик без накида тоқып бітіреміз. Яғни жай баған тоқимыз. Мінекей. Бұл біздің бірінші қатарымыз, осылай көтердік. Мінекей, анық болу үшін осылай көрсетіп отырайын. Енді екінші қатарды бастаймыз. Екінші қатарды мына жіпті мына бетке алып келеміз. Және де ешқандай көз тастамаймыз. Мына тоқыған көздің бірден мына жанынан бастаймыз. Осылай бір воздушный петля іліп аламыз. Ары қарай ешқандай қиындық жоқ. Дәл алдыңғы домашний тапочка тоқыған ұқсатып кете береміз. Яғни накид, мынау жанынан аламыз. Бастаған жеріміздің. Мынау бізде бірінші қатарда осылай бастағанда 5 жіп болса, келесіде 6 болып көбейетін болады. Мінекей, біреу, одан кейін мінекей ауа ілмегі воздушный петля. Накид жасаймыз, арасынан тоқи беретін боламыз осылай. Екеу, полустолбик тоқимыз. Және де тағы да накид жасап, мінекей, үшеу, мінекей, үшеу болды. Енді тағы да накид жасаймыз. Төртеу. Слай төртеу. Тағы да накид жасап, мінекей, бесеу.
тағы да бір накид жасаймыз. Қазір мінекей воздушный петля. Енді соңғы нені біз мынау ілген жерімізбен соңғы ненің ортасынан алып осылай бірінші шығарамыз, және де шығарып болған соң мынау біздің маркердегі жібімізді іліп аламыз. Яғни бізде крючокта 4 жіп, осы 4-еуінен бір-ақ өткізетін боламыз, мінекей. Қазір сәл тарлау бұл. Осылай 4-еуінен бір өткізіп аламыз, мінекей. 2-еуінен өтті, 3-шінен енді осылай 4-шісінен өткіземіз. Мінекей 4-еуінен өтті. Енді келесі көзге біз столбик жай баған тоқимыз деді. Столбик без накида тоқып, мінекей осылай бітіреміз. Міне және осылай маркермен іліп кетеміз. Бұл біздің екінші қатарымыз. Енді ешқандай қиындық жоқ. Дәл осылай мына соңына дейін, мына арасынан ешқандай көз тастамаймыз. Мынадан бастасақ келестен осылай бастаймыз. Осылай бастап тоқып кете береміз. Яғни менде қазір қанша қатар тоқым? 38-39 размер деп айттым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 қатар тоқығанмын. Ал мына соңғы қатарды осылай бітірдім, соңғысынан. Оны қазір көрсететін болам. Енді сіздер түсінді деп ойлаймын. Тағы да бір қатар көрсетейін, одан кейін ары қарай өз еріктеріңізбен тоқисыздар. Үшінші қатарда да дәл екінші қатардағыдай тоқимыз, тек бір жіптен бізде мына қосылып отырады дедім, көбейіп. Мінекей бір воздушный петля іліп аламыз. Мынауны қатты тартып та, қатты бос тағып алмаймыз. Мінекей бір воздушный петля, накид, мына жанынан бастаймыз. Мінекей бір и воздушный петля, накид. Осылай арасынан полустолбиктар тоқып кете береміз. Накид воздушный петля жасадым. Одан кейін тағы да осылай накид, тағы осылай воздушный петля, одан кейін накид, воздушный петля, накид жасаймыз, полустолбик тоқимыз, әр көздің арасынан осылай тоқимыз. Бұл қатарда бізде 7 болу керек. Және де сіздерге айта кететінім, егер мына менікінде осылай тығыз орналасқан ғой, егер осының арасы сәл-сәл тесік болып, яғни ажурный болғанын қаласаңыздар, мына бірінші қатарын міндетті түрде мына жіңішкемен тоқып алыңыздар да, одан кейін бетін мынамен тоқсаңыздар, мына беті ажурный болып, яғни тесігі үлкендеу болады да, тығыз болмайды. Солай әдемі олайда тоқып шығаруға болады, үлкен қалың крючокпен. Мінекей тағы да бір воздушный петля, накид. Енді мен сіздерге осылай көрсету нем, ары қарай сіздер өз фантазияларыңызбен енді бұдан да керемет дүниелер шығарасыздар деп ойлаймын. Осындай трикотаж жіптен. Мінекей соңғы маркердегі жіпті іліп алдым. Мінекей. Мынадан өткіземіз. Және осы тоқ болғаннан кейін барып маркерді аламыз. Себебі мынау жіп шығып кетуі мүмкін, қалыңдау болғаннан кейін. Енді мына келесі көзге осылай столбик без накида тоқып барып бітіреміз. Мінекей. Осылай 3 қатар тоқыдым. Енді сіздер ары қарай өз еріктеріңізбен мына аяғына дейін тоқып келесіздер. Мінекей мына 17-ші қатар менде, яғни 17 қатар болды. Енді сіздерде домашний тапочканың размеріне байланысты және сіздердің тоқуларыңызға байланысты шығады. Мінекей 17-ші қатарды осылай соңғы столбик без накида іліп осылай тоқтаттым.
Енді бізде мінекей мынау соңғы қатар, иә, расчет шаг деп айтады, яғни расчет шагы екен. Қазақша басқа атауы жоқ. Осы узормен мына соңғы қатарын бітіретін боламыз. Ол үшін біз осылай тоқтап кеп тұрмыз, иә. Мінекей тоқтап кеп тұрмыз. Енді біз мына жақтан бастамаймыз, осы жақтан былай қарай теріс қарай тоқитын боламыз. Сол кезде біздің жаңағы расчет шагы узорымыз пайда болатын болады, иә. Мінекей осы тоқтап тұрған күйі осылай столбик без накида тоқыдық қой, жай бағын. Мінекей содан мына келесі көз тұр ғой. Мінекей мына көзі осыған кіргіземіз. Және мына беттен жіпті алып, мына беттен шығарамыз. Мінекей осылай оралды, иә. Осылай енді біздің крючокта 2 жіп осылай столбик без накида тоқитын боламыз. Мінекей біріншісінде көрінбейді. Енді келесі көзден әр көзден алып осылай теріс қарай тоқып отыратын боламыз. Яғни 3-ші, 4-ші тоқулардан кейін барып, бұл біздің узорымыз анық көрінетін болады. Мінекей келесі мына көзден аламыз. Ешқандай көзді қалдырып кетпейміз. Осылай алып отырып, соңғы қатарымызды тоқимыз. Мінекей. Осылай тоқитын боламыз. Мінекей осылай шығатын болады. Ешқандай көзді қалдырмаймыз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Өте әдемі, жинақы етіп көрсетіп тұрады. Бұл осы қалың жіппен тоқылған аяқ киімдер міндетті түрде осы узормен аяқталады. Яғни бізде велюрмен тоқыған, яғни осындай трикотажмен тоқыған аяқ киімдеріміз осылай аяқталатын болады, иә. Мінекей. Яғни расчет шагпен аяқталады. Мына жерде арасынан аламыз осылай. Мінекей осылай әр көзден осылай теріс қарай тоқитын боламыз. Сәл қаттылау болып тоқылады енді. Осылай өткізіп теріс қарай тоқып шығамыз әр көзінен алып, иә. Мінекей соңғы жерінен аламыз. Мінекей және соңғы тоқығанды біз мынау бірінші бастаған жеріміз бар ғой, воздушный петля іліп алған, соңғы осы жерге әкеліп бір өткіземіз. Осы жерге әкеліп бір рет өткіземіз да. Мінекей осы жерден қайшымен сәл ұзынырақ етіп кесіп аламыз. Және мынаны осылай тартып қаттырақ түйіндейміз. Мінекей енді мына жіпті мына жаңағы біз тоқып келген узордың арасынан арлы-берлі өткізетін боламыз. Арлы-берлі болғанда тек осы узордың арасымен ғана өткізіп отырамыз. Сол кезде мүлдем көрінбейтін де болады, шығып та кетпейтін болады. Мінекей.
осылай мына жерден кіргізіп аламыз. Арасы бұның арасынан ол мүлдем көрінбейтін болады. Осылай 5-6 рет, 6-7 рет өткізгеннен кейін қырқып тастасаңыздар болады. Және де осылай арасынан өткізіп барып қырқсаңыздар да сенімді болады, шығып кетпейді. Бұл шыққанда да сөгіліп кетпейді, просто шығып жалбырап көрініп тұру мүмкін. Сол үшін осылай араларынан өткізіп осылай қырқып тастаймыз. Мінекей ешқандай көрінбейді. Міне осылай біздің трикотаж жіптен тоқылған, яғни домашний тапочкамыз дайын болды. Енді біз бұның гүлін тоқитын боламыз. Мінекей гүлінің тоқылу видеосын осы видеоның астында төменде ссылкасын қалдырып кетемін. Сол ссылка бойынша кіріп гүлін тоқып үйренесіздер. Гүлін тоқуын және тігуін үйрететін боламын. Және де ханымдар, осы трикотаж жіп туралы және осындай резиновый табан және де мынандай іші тоқылған табан туралы сұрақтарыңыз болса, төменге WhatsApp номерімді және де Instagram парақшамды қалдыратын боламын. Және де осы аяқ киімді тоқыған ханымдар болса, өздеріңіздің суреттеріңізді, тоқыған жұмыстарыңыздың суреттерін жіберсеңіздер болады. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар. Осы видеоның төменінде ссылкада гүлінің видеосын алып, осылай гүлін тоқып, қалай тігілу керек екенін көрсететін боламын. Осы сіздерге көрсеткен мастер-классым, яғни сабағым ұнаған болса, төменге пікір қалдырып жазып кетулеріңізді сұраймын.